көптеген Құдайдың сөзі уағыздалып жатыр, біздің қауымда. Видеосъемка болады, оны интернет желісіне де шығарамыз да. Бірақ егер мұқият қарасаңыздар, көптеген неше түрлі адамдардың пікірлерін көресіздер. Кейбіреулер жақсы пікір қалдырады, кейбіреулер жақсы емес пікірлерді қалдырады. И сондай адам сол тіліне ие болмайтындай, осындай нелерін көресіз жаңағы. Комментарийларды, әркім өзін алдап жүргенін көресіз. Неше түрлі сөздер айтады, бірақ ең қызығы, олар біз Құдайға сенеміз деп айтады. Бірақ Жақыптың хатында біз нені көріп отырмыз? Діншілдігі еш пайдасыз. Ілімді жақсы білгенімен, бірақ егер мойынсұнып өмір сүрмесек, егер тілге ие бола алмасақ, онда оның қандай пайдасы бар? Бұндай діншілдіктің ешқандай пайдасы жоқ. Және ол сені Құдайдың алдында ақтамайды.